Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Module 7, page 89. Саламатсыздар, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі сіздерде тақырып Use of English 7b 89-шы бет. Comparative and Superlative Adjectives. Салыстырмалы және күшейтпелі сын есімдер. Exercise 7, 7-ші жаттығу. Read the table. Are there similar structures in your language? Таблицаны оқыңыздар деген. Дәл осы структуралар сіздің тіліңізде де бірдей ма деген сұрақ қойылған. Біздің қазақ тілінде де сын есімнің салыстырмалы және күшейтпелі шырайы бар. Енді ережені бір-бір оқып шығайық. Adjectives: long, wide, big, heavy. Short adjectives: қысқа сын есімдер. Long деген ұзын, жай шырайда тұрса, салыстырмалы шырайда біз longer, ұзынырақ, longer than деп бір нәрсемен екінші бір затпен салыстырамыз. Ал күшейтпелі шырайында superlative, the longest of немесе in, ең ұзын деген мағынаны береді. Wide, кең, wider than, бір нәрсеге қарағанда кеңірек бір нәрсемен салыстырғанда айтамыз. The widest, ең кең. Күшейтпелі шырайдың алдында ылғи the артиклі келеді. Big, bigger than, the biggest. Heavy, heavier, the heaviest. Longer adjectives. Ұзағырақ сын есімдер beautiful, more beautiful than, the most beautiful. Біз ұзақ үш буыннан, одан да көп буыннан тұратын сын есімдерде біз алдына more сөзін қолданамыз. Comparative салыстырмалы шырайда, ал күшейтпелі шырайда the most деген сөзді қолданамыз. Және irregular adjectives. Тұрақты емес сын есімдерде кездеседі. Олардың жасалу жолы ерекше болады. Мысалы, good, better, the best. Жақсы, жақсырақ, өте жақсы. Bad, worse, worst. Жаман, жаманырақ, өте жаман. Осы сын есімдерге байланысты жаттығуларды жасайық. Exercise 8, 8-ші жаттығу. Put the adjectives in brackets into the comparative. Салыстырмалы шырайға сын есімдерді қойып жазып шығу қажет. First, tigers are faster than panthers. Жолбарыстар пантерлерге қарағанда жылдамырақ. Second, they live for more years than panthers. Олар пантерлерге қарағанда көбірек жыл өмір сүреді. Many'дің салыстырмалы шырайы more болып өзгереді. 3. Tigers are heavier than panthers. Бұл жерде heavy сөзі соңында y әрпіне біткендігі үшін, оның соңында I-E-R әрпі жалғанады. Heavier болып. Түсінікті ғой, 4. A tiger's tail is longer than a panther's. Жолбарыстың құйрығы пантералардың құйрығынан ұзынырақ. 5. A tiger is stronger than a panther. 6. They are more powerful than panthers. Екі буыннан көп болған үшін powerful сөзі оған алдына more powerful деп жазылады. Келесі жаттығу exercise 9. Put the adjectives in the superlative. 9-шы жаттығуда сын есімдердің күшейтпелі шырайына қойып жазыңыздар деген. Did you know? First, the biggest seabird is in the northern Royal Albatross. Бұл жерде күшейтпелі шырай болғандықтан, сөйлемге қарасаңыздар барлығының алдында the артиклі кездескен, және соңында est жалғанады. Second, one of the heaviest bird of prey is the Andean condor. Ең ауыр жыртқыш құстардың бірі ant кондоры. 3. The ostrich has got the largest eyes of any land animal. Түйеқұс құрлықтағы жануарлардың ішіндегі ең үлкен көзге ие. 4. The strongest living bird is the North African ostrich. Ең күшті тірі құс солтүстік Африка түйеқұсы. 5.
One of the most unusual birds is the secretary bird. It has long legs, but it can't run. Ең ерекше құстардың бірі хатшы құс. Оның аяқтары ұзын, бірақ жүгіре алмайды. 6. The Arctic tern is one of the most aggressive birds on Earth. Арктикалық терн жер бетіндегі ең агрессивті құстардың бірі. Келесі adverbs of degree. Дәреже үстеулері. Ағылшын тілінде үстеудің түрлері бар, әртүрлі. Соның adverbs of degree деген түрі де бар. Бұл жерде бір нәрсені сіздерге күшейтіп немесе қысқартып айтады. Not very. Оны X пен белгілейсіздер. Ducks are not very big. Үйректер онша үлкен емес. Quite. Бір галочкамен белгілеміз. Sheep are quite big. Қойлар өте үлкен деген мағына беріп тұр. Horses are very big. Дәл қоймен салыстырғанда, ал жылқылар өте биік. Extremely дегенде өте үлкен деген мағынаны білдіреді. Bears are extremely big. Аюлар өте үлкен. Бұл жерде 3 галочка қойылған. Бұл жерде 4 сөйлемді бір-бірімен салыстырғанда бірі-бірінен озып үлкен екендігі көрсетілген. Біздің қазақ тілінде аударғанда бұл сөйлемдер барлығы өте болып аударылғанмен, ал ағылшын тілінде үшеуі 3 түрлі күшейтіліп айтылған мағынаға келеді. Енді осыған байланысты жаттығуларды жасайық. Exercise 10. Look at the table and form sentences. Кестеге қарап, сөйлемдер құрастырыңдар деген 10 жаттығуда. First, giraffes have got an extremely long neck. Жирафалардың өте ұзын мойны бар. Second, rabbits have got quite small bodies. Қояндардың денелері өте кішкентай. 3. Pigeons have not got very long tails. Көгершіндер өте ұзын құйрықтарға ие емес. 4. Goats have got very big horns. Ешкінің мүйіздері өте үлкен. 5. Elephants have got extremely big ears. Кестеде берілген бойынша бір галочка немесе X, 2 галочка, 3 галочка қойылғанға қарап, жоғарыдағы кестеге қарап сөйлемдерді дұрыс жазып шығамыз. Бұл жерде барлық сөйлемдер дұрыс. Өздеріңіз тағы да тексеріп көрсеңіздер де болады. 3 галочка қойылған жерде extremely сөзін қолданғанбыз. 2 галочкада very, quite және not very да X-ті қолданғанбыз. Келесі жаттығу exercise 11. Use the adjectives heavy, strong, fast, thin, dangerous to compare these animals. Bears, sheep, rabbit. Аю, қой және қояндарды салыстыру үшін осы 5 сын есімді қолданыңыздар деген сөйлемдер құрастырып жазасыздар. Көптеген сөйлемдер құрастыруларыңызға болады. Мысал ретінде Bears are stronger than sheep. Bears are stronger than rabbits. Bears are heavier than sheep. Bears are heavier than rabbits. Аюлар қояндарға қарағанда ауыррақ. Bears are more dangerous than sheep. Аюлар қойға қарағанда қауіптірек. Bears are more dangerous than rabbits. Sheep are heavier than rabbits. Қойлар қояндарға қарағанда ауыррақ. Sheep are stronger than rabbits. Sheep are thinner than bears. Sheep are more dangerous than rabbits. Дәл осылай сіздерде сөйлемдер құрастырып жазуларыңызға болады. Бұл жерде басқа да сөйлемдер құрастырып салыстыруларыңызға да болады. Келесі тағы да тақырып бар екен. Adverbs of manner. Сын қимыл үстеулері. Adverbs of manner tells us how someone or something does something. Koala bears move slowly. How do they move? Slowly. Сын қимыл үстеулері біреудің немесе бір нәрсені қалай істейтінін айтады. Мысал ретінде сөйлем берілген. Коала аюлары баяу қозғалады. Олар қалай қозғалады?
Баяу, slowly. Дәл осыған байланысты 12-ші тұғы берілген put the words in the correct order. Сөздерді дұрыс орналастырыңыз. First, eagles fly very quickly. Бүркіттер өте тез ұшады. Second, birds can sing beautifully. Құстар әдемі ән айта алады. 3. Tortoises walk extremely slowly. Тасбақалар өте баяу жүреді. 4. Tigers can swim well. Жолбарыстар жақсы жүзе алады. 5. Cheetahs run very fast. Гепардтар өте жылдам жүгіреді. Гепардтар қалай жүгіреді? Өте жылдам. Сын есімдер зат есіммен бірге келсе, ал үстеулер бұл жерде етістікпен бірге келеді. Осымен 89-шы беттегі барлық тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, менің Smart Teacher каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Goodbye.